Сәлеметсіздер ме достар, 1С бағдарламасында 200 форманы, яғни жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша 200 декларацияны қалай толтыруға болады. Ең бастысы 200 форма декларация, 200 формадағы біз квартал сайын тапсыруға тиістіміз. Яғни жалпыға ортақ режимдегі барлық кәсіпорындар 90 біткен сайын 15-ші қазіргі уақытта мамырға дейін 200 формасын тапсыруға қажет. Ең бастысы бұл форманы тапсыру үшін еңбек ақымыз толығымен 3 айға есептелуі тиіс. Яғни бізде зарплата, яғни еңбек ақы бөлімінде журнал документті ашып көретін болсақ, онда бізде барлық есептелген жалақы 3 айға есептелуі тиіс. Оны былай тексерсек болады. Есептелген жалақы бізде қаңтар, ақпан, наурыз. Дұрыс. 3 айдың еңбек ақысы есептелген және тексерілген. Екіншіден, біз әлеуметтік салықтар расширенный пояс арқылы жеке табыс салығы қаңтар, ақпан, наурыз 3 айға есептелінген. Яғни ашып көретін болсақ, біз есептеген кезде мына зейнетақы қоры, жеке табыс салығы және медициналық аударымдар толық есептелген, барлығы дұрыс екенін тексереміз. Үшіншіден, бізде әлеуметтік салықта дәл солай расширенный пояс арқылы тексереміз. Қаңтар, ақпан, наурыздың төлемдері толығымен жүргізілген. Ашып көретін болатын болсақ, әлеуметтік аударымдар, әлеуметтік салық және медициналық аударымдар жұмыс берушіден 3% төленетін. 400 мыңнан 12%, яғни 12 мың, яғни 3%. Дұрыс барлығы. Енді бұны жеке-жеке әрқайсысын тексеруге тиіс. Және үшіншісі, бізде отражение в бухгалтерском учете деген 3 айға болуға тиіс. Яғни 3 айға дегеніміз барлық проводкалар, 3 айдың проводкалары көрсетілген. Қаңтар, ақпан және наурыз айына. Сонымен қатар еңбек ақы барлығы төленіп тұру тиіс. Төленген еңбек ақы дегеніміз бізде еңбек ақы бөлімінде зарплата к выплате 3 ведомость бұл жерде көрсетілген. Мысалы, 3 ведомость әрқайсысы төленген дегенін көру үшін, мысалы, мына жерде активный, яғни белсенді емес кнопкаларды басуға болмайды. Және платежное поручение деп көрсетіліп тұр. Яғни бұл төленген еңбек ақы. Мына жерде байланысқан құжаттарды көретін болсақ, платежное поручение исходящее, яғни төлем тапсырма шығыс көрсетіліп тұр, еңбек ақы төленген Каспий банкке. Дәл солай қалғандардың барлығын бір қарап шығамыз. Яғни сіздер енді ай сайын жұмыс жүргізген кезде еңбек ақы ақпан айына да төленген, міне төлем тапсырмасы бар. Үшіншісі, еңбек ақы наурыз айына да төленген, яғни енді бұл еңбек ақының төленгені кәсіпорынның саясатына байланысты жалпылама, бірақ еңбек кодексте айтылған, мысалы, бір айдың еңбек ақысы келесі айда берілуге құқы бар кәсіпорынның деген. Яғни ал қай күні 10-на дейін, 15-не дейін бұл енді кәсіпорынның басшыларының шешімі. Және де біз тексеріліп кетуге тиіс еңбек ақы бөлімінде расчетная ведомость организация, яғни еңбек ақының есеп ведомості 3 айға ай сайын тексеріліп, ай сайын біз барлық салықтар, аударымдарды аударып отыруымыз тиіс. Яғни ведомость толығымен тексерілген, барлығы дұрыс. Ведомосте бізде міндетті түрде тізім бойынша штаттық кестегі жұмыскерлер, жұмысшы жасаған күндері, сағаттары, есептелген жалақы және ұсталынған болғанда медициналық аударымдар, жеке табыс салығы, зейнетақы қорының аударымдар барлығы толық дұрыс есептелуге тиіс. Дұрыс есептелген еңбек ақы және де әлеуметтік аударымдар мен әлеуметтік салық. Әлеуметтік салық, әлеуметтік аударым және медициналық аударым жұмыс берушіден 3% ұсталынатын. Осы барлығы дұрыс болатын болса, ведомость бойынша барлық төлемдер жүргізілген болса, яғни салықтар толығымен төленіп, аударымдар аударылып уақытысында, және де барлық 3 айдың ведомості толық
тексерілген болса, екінші ай, мысалы, екінші айда да тексеріп кетеміз барлығы дұрыс па екенін. Екінші айдың ведомостьін қарастырамыз, барлық сандары дұрыс па, барлығын тексереміз, төлемдерді жүргіземіз. Үшінші айды да тексеріп, тексерілген ведомостьтер қағазға шығарылып, қол қойылып, бас бухгалтер керек жағдайда кәсіпорынның саясатына байланысты басшы да қол қоюы мүмкін. Және де барлығы төлемдер жүргізілген соң ғана барлық салықтар, аударымдар төленіп болып, еңбекақы төленгеннен кейін осы 1-тоқсанның декларациясы мамыр айының 15-іне дейін төленуге тиіс. Және осыны тексеру үшін барлығы дұрыс болған жағдайда отчеты бөлімінде регламентированный отчеты дегенді ашамыз. Және міне бізде тізім көрсетіліп тұр. Налоговый отчетный салық есептеме. Салық есептемесінде форма 200 декларация по индивидуальному подоходному и социальному налогу деп тұр. Яғни жеке табыс салығы мен әлеуметтік салық бойынша декларация. 2 рет басамыз, және 1-ші квартал дегенді таңдаймыз. Біз өзіміздің кәсіпорнымыз және салық органы қай салық органында тіркелгенімізге байланысты. Біздің мысалымызда Алатау ауданының жаңағы табыстар, мемлекеттік табыстар басқармасы, УГД по Алатауского района. Открыть деп басамыз. Біз жаңағыда айтып кеттік, барлық ведомостьтер дұрыс, сондықтан біз заполнить дегенге басамыз. Декларация міндетті түрде өзі толық барлық 1С-тегі мәліметтер бойынша толтырып кетеді. БИН, кәсіпорынның аталуы, кезекті декларация, теңгемен көрсетілген, кәсіпорын резидент болып табылады, 1-ші ай, 2-ші ай, 3-ші ай 3 адамнан тіркелген, құрылымдық бөлімшелері жоқ, және де бұл жағдайда 1-ші және 5-ші қосымшалар толтырылады. Яғни бұл жерде міне 1-ші қосымша және 5-ші қосымша, 2-ші және 3-ші қосымша толтырылмайды. Себебі 2-ші қосымша бізде шетел азаматтарға байланысты, шетел азаматтар болатын болса, азаматтықсыз бізде 2-ші қосымша толтырылады. 3-ші қосымша құрылымдық бөлімшелер болған жағдайда. 2 бұл жағдай бізде жоқ, сондықтан бізде тек қана негізгі форма, 1-ші қосымша міндетті түрде барлық кәсіпорындар үшін, және 5-ші қосымша міндетті түрде толтырылады. Енді алғашқыда 1-ші формасын бір қарап шығайық. 1-ші формасында барлық ақпарат автомат түрде толтырылады. Жаңа айтып кеттік, міне декларация 200, 1-ші квартал 22-ші жылы. Кезекті декларация, яғни бұл алғашқы емес, кезекті декларация. Резидент адамдар саны 3 адамнан әр айда жұмыс жасаған, қаңтар, ақпан, наурыз. Құрылымдық бөлімшелері жоқ, және 1-ші, 5-ші қосымшалар толтырылған. Енді алғашқыда 1-ші бөлімінде жеке табыс салығы әрқайсысы жеке қарастыруға болады. Мысалы, мына жерге басып, расшифровка дегенді басатын болсақ, бізде салық бойынша реестр ашылады. Бұл реестрді тексеріп, міндетті түрде шығарып, папкаға тігіп қоюға тиіс. Мына сомаларын барлығын тексеріп шығамыз. Яғни, мысалы, 1-ші жұмыскер Марияның 3 айға ұсталынған жеке табыс салығы. Және 3 айға ұсталынған Мансур деген кісінікі және Тимур деген кісінікі қорытынды ретінде қаңтар, ақпан, наурыз айына көрсетіледі. Және есептелген жалақылары және барлық ұсталымдар, медициналық аударым 2%, зейнетақы қоры ОПВ, салық, және де әлеуметтік салық, социальный налог, соцотчисление әлеуметтік аударымдар, және медициналық аударым 3% жұмыс берушіден, ал жұмыскерден 2%. Барлық сомалар егер ведомостьтермен дәл сәйкес келетін болса, онда ешқандай проблема жоқ.
яғни декларацияда ең бірінші жолда 200.000 рб жолында жеке табыс салығының сомалары 3 адамға қаңтар айына, ақпан айына, наурыз айына 3 адамның қосынды сомасы 3 адамға есептелген жеке табыс салығы көрсетіледі. Мынау қаңтар айына, ақпан айына, наурыз айына және 1/90-дағы жалпы сомасы. Екінші жолында 200.002-де зейнетақы қорының аударымдары көрсетіледі. Бұл жерде зейнетақы қорының аударымдары 3 жұмыскердің жалпылама есептелген зейнетақы қоры қаңтар айына, ақпан айына, наурыз айына жалпылама 90-да 1/90-ға шыққан сома. Екінші бетінде бізде 5-ші жолдан басталады. 5-ші жолда бізде әлеуметтік салық. Дәл сондай қаңтар, ақпан, наурыз 3 адамға, әр айында 3 адамға есептелген қорытынды сома. Жалпылама мына қорытынды кварталға көрсетіледі. Және келесі 8-ші жолда бізде әлеуметтік аударымдар дәл солай есептеледі. Ведомствоға дәлме-дәл сәйкес келу керек. 3-ші жолда бізде 3-ші бетте 10-шы және 11-ші жолдарында, 10-шы жолында бұл медициналық аударым жұмыс берушіден есептелген 3%, мынау жұмыскерден 2%. Дәл солай қаңтар, ақпан, наурыз айына әрқайсысы 3 адамға есептелген. 3 адамға. Егер сіздерде 100 адам болса, онда 100 адамға есептелген болады бұл жерде жалпылама сомасы. Енді бірінші қосымшада жалпылама жеке табыс салығы есептелген табыстың қорытындысы мына жерде көрсетіледі. Жалпылама табыс деп жеке табыс салығы, келесі төленген еңбекақы, келесі мына жерде енді 0 деп тұр екен, бұл қате, бұны өзгерту керек. Және бұл жеке табыс салығы төленген қай сомадан есептелгені көрсетіледі. Мысалы, мынау 1.085 болса, 1.085-дің 10% жеке табыс салығы. Оны есептеу жолын жеке сабақтарда, егерде білгіңіз келсе, жеке сабақтарға қатысыңыздар. Келесі, бұл зейнетақы қоры аударымдар 3 айға қатарынан берілген және әрқайсысы жалпылама қай сомадан есептелгенін, еңбекақы қай сомадан есептелгенін көрсетеді. Жалпылама мынау жалпы табыс, осы табыстан зейнетақы қоры есептелді. Және екінші бетінде бізде қай сомадан әлеуметтік салық есептелгенін көрсетіледі, қай сомадан әлеуметтік аударымдар есептелгенін, қай табыс сомасынан жеке тұлғалардың, яғни жұмыскерлердің. Және мына жерде мысалы бізде доходы, с которых исчисляются отчисления по медстрахованию деп жазылып тұр. Яғни осы сомалары бұл сіздер білесіздер, медициналық аударымдар есептелген жалақыдан, яғни жалпылама сомасынан есептеледі. Яғни мына сомалары медициналық аударымдар және бірінші беттегі есептелген сома дәлме-дәл бірдей болып шығады. Міне көрдіңіз, 3.833.303 жалпы табыс. Сол сома, дәл сондай сома бізде медициналық аударымда. Және зейнетақы қорында да дәл сондай сома. Себебі біз медициналық аударым болсын, зейнетақы қоры болсын, жалпылама есептелген табыстан есептейміз. Зейнетақы қорын 10%, және медициналық аударымдар 3% және 2% сомасын есептейміз мына жалпылама есептелген табыстан. Келесі 5-ші қосынды, бұл жеке әр адамға есептелгені иіні беріледі, және бұл жерде жалпылама сома көрсетіледі. 5 беттеріне 7 беті бар. Сол мысалы барлығы әр жұмыскердің жалпылама есептелген табысы 3 айға қосынды ретінде қаңтар, ақпан, наурыз. Бірінші жұмысшы, екінші, үшінші. Және мына үстінде жазылып тұр, зейнетақы қоры дәл солай бірінші, екінші, үшінші жұмысшынікі.
бұл жерде медициналық аударымдар бірінші, екінші, үшінші кісінікі, төртіншісі жеке табыс салығы дәл солай. Яғни программа өзі автоматты түрде барлық мәліметтерді, төленген сомалары және толтырып кетеді, егер барлық ведомостер дұрыс толтырып, дұрыс тексерілсе. Тағы бір жеке табыс салығы, зейнетақы қоры, бұл жерде енді қайталануда мүмкін. Медициналық аударымдар 2% аударым және 6-шы бетте әлеуметтік салық қосынды бірінші жұмысшынікі, екінші, үшінші бір 90-ға есептелгендегі әлеуметтік салық, қай сомадан есептеледі және қанша сома көрсетіледі. Және бұл жерде әлеуметтік аударымдар және әлеуметтік салық. Бұл жерде есептелген әлеуметтік салық, әлеуметтік аударымдарды сумасын азаяды және мынау төленуге тиісті әлеуметтік салық. Және ең соңғысы бізде 3% медициналық аударым жұмыс берушіден төленуге тиісті, әр жұмысшыға бөлек-бөлек 1.90-дағы қорытынды сомасы көрсетіледі. Сонымен 200 форманы жылдам тез сіздерге қарастырып кеттік. Яғни сіздердің ең бастысы ведомостеріңіз дұрыс болу керек. Ведомостеріңіз дұрыс болса, еңбекақыны есептелген, онда 200 форманы 1С бағдарламасы мүлдем қатесіз сізге толтырып береді. Және сохранить арқылы біз бұл форманы сақтап қоямыз. Және де егер қажет болса, выгрузить XML файл деп выгрузка жасаған жағдайда, мысалы жаңағы жұмыс үстеліне, яғни рабочий столға біз мұны XML файл 200 форма 22 жылы 1-ші квартал деп сақтап қоямыз. Сақтап қойдық, және осы форманы біз кабинет налогоплательщикаға импорт арқылы загрузка жасасақ болады. Сонымен бүгінге болды. Қорытындылаймыз. Сонымен ең бастысы сіздердің еңбек ақы, есептелген еңбек ақыңыз дұрыс болса, онда 200 декларациясы әп-әдемі дұрыс болып толтырылады. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар, сұрақтарыңызды жазыңыздар. Сау болыңыздар.